Қыс мезгілінде біз вирустармен бетпе-бет келеміз. Қалай ауырмауға болады? Егерде ауырып қалған жағдайда не істеу керек? Түрлі қарсы көрсетілімдері бар фармацевтикалық дәрілерді ішпей-ақ табиғи жолмен емделуге бола ма? Пияз керемет антисептик. Кей адамдар тұмаумен ауырғанда бактерияның көбеюін тоқтату үшін бөлмелерге пияз бен сарымсақты кесіп қояды. Себебі пияздың құрамында бактериялармен күресетін биологиялық белсенді заттар бар. Тұмаудан және жөтелден тез жазылуға көмектесетін пияздан жасалатын құралдардың рецептілерін ұсынамыз. Пияздан жасалған тұнба арқылы біз қақырық, фарингит, бронхит және пневмониядан арыла аламыз. Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге дертке ем арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға жазылып, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізге зор шабыт береді. Бірінші рецепт. Бір пиязды ұсақтап турап кішкентай құтыға салыңыз. Оның үстіне 2 ас қасық қант салыңыз. Құтының қақпағын жауып, қараңғы жерге 2 сағатқа қойыңыз. Сол кезде пияздың суы шығады. Оған қант қосқандықтан пияздың ащы дәмін сәл басады. Дайын шәрбатты жөтел кезінде ересектер күніне ас қасықпен 3 рет, ал балалар шай қасықпен 3 рет ішуі керек. Бұл шәрбатты ұзақ сақтауға болмайды. Сондықтан бір шағын пияздан дайындап, ол таусылғаннан кейін ғана келесі шәрбатты жасаңыз. Екінші рецепт. Жөтел кезінде ата-аналар балаларға жылы сүтке сары май салып береді. Бірақ егер жөтел ұлғайып кеткен болса, сүтке пияз қайнатып берген жөн. Ол үшін бір кесе сүтке жарты пиязды салып, 3-4 минут қайнату керек. Содан соң сүтті сүзіп алып, ішу керек. Оны ересектерге де балаларға да беруге болады. Мұндай сүтті күніне 2-3 рет ішкен дұрыс. Үшінші рецепт. Жөтелге және тұмауға қарсы тағы бір құрал пияз суы мен бал қоспасы. Оны дайындау үшін бір пиязды ұсақтап турап, дәкеге салып, суын шығарып аласыз. Бір пияздан шамамен жарты кесе немесе одан сәл аздау шырын шығады. Соған бір ас қасық табиғи бал салып араластырасыз. Осы қоспаны бір шай қасықтан күніне 3 рет жеу керек. Төртінші рецепт. Бәзбіреулер мұрнынан су ағып, тамағы қызарып, ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес. Себебі қызарып, бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шәйнектегі ыстық суға қосып, булап емдеген пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталғандықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқты мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп, жұмсарады. Іріндеген жараға, үсіген жерге басуға да болады. Баланың пиязға жоғары сезімталдығы болмаған жағдайда ғана одан жасалған емдік құралдарды беруге болады. Аллергия болу қаупі жоғары болғандықтан пияз бен бал қоспасын 3 жастан төмен балаларға беру ұсынылмайды. Мұндай дәріні балаға бірінші рет бергенде аз-аздан ұсыну керек. Мысалы, бастапқыда тек қасықтың ұшымен ғана беріңіз. Бала асқазаны тітіркенбес үшін бұл дәрілерден соң міндетті түрде су ішкізіңіз. Ал ересектерде пиязға немесе балға аллергия болса және асқазан ішек жолы аурулары болса, пияздан жасалған дәрілерді ішу ұсынылмайды. Пияздан жасалатын емдік құралдар тұмауды және жөтелді жылдам кетіруге көмектеседі. Алайда оны ішу мөлшерін дұрыс сақтау керек. Сонымен қатар, оны балаға берерде дәрігермен ақылдасып алған жөн. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Егер ақпарат пайдалы болған болса, дос-жаран, тума-туысқа жіберуіңіз сұралады. Аман, сау болыңыз.